Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Жаз басталды, демек мороженныйдың сезоны да басталды деген сөз. Бүгін сіздермен магазинде қымбат бағаға сатылып жатқан магнат мороженныйның рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, жасалу жолы өте оңай әрі өте дәмді балмұздақты сіздер де балаларыңызға жасап беріңіздер. Және де каналыма тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Олай болса мороженныйымызды жасауға кірісейік. Ең алдымен малинадан пюре дайындап аламыз. Замороженный түрі де, свежий түрі де жарай береді. Ең алдымен малинаны блендермен езіп аламыз және де ситаның көмегімен осылай тұқымынан ажыратып аламыз. Малинаның қою бөлігін тастап жібермей, қасына мята және де мед қосып, шайға салып ішсеңіздер өте дәмді болып шығады. Сұйық бөлігін ыдысымызға құйып, отқа қоямыз және де үстіне кукурузный крахмал мен қантымызды салып, жай отта қою болғанша венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Дайын болған пюремізді кондитерлік қалташаға салып, холодильникке мұздатуға жібереміз. Содан кейін желтоктың үстінен қантымызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Фисташковая пастамызды салып, тағы да араластырамыз. Егер фисташковая паста болмаған жағдайда ванилин салып, ванильный мороженое жасауға болады. Сүтімізді құямыз және де барлығы бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Отқа қоятын ыдысымызға құйып аламыз да, жай отқа массамыз сәл қою массаға енгенше жақсылап венчиктің көмегімен араластырып тұрамыз. Егер де лопатканың бойынан массамыз осылай сызған кезде ағып кетпесе, массамыздың дайын болғаны. Басқа ыдысқа құйып, бетін пищевой пленкамен контактте жауып, холодильникте салқындатып аламыз. Массамыз суығаннан кейін холодильниктен шыққан салқын сливкиді миксердің көмегімен қою болғанша, яғни формасын ұстағанша жақсылап миксерлеп аламыз. Содан кейін холодильниктен шыққан салқын массамызды біріктіріп, екеуін жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Содан кейін формамыздың жарты бөлігіне дейін құйып шығамыз. Дайындап алған пюремізді құйып шығамыз. Содан кейін мороженныйдың қалған жарты бөлігін құйып, формамызды толықтырамыз. Барлығына толығымен құйып болғаннан кейін астындағы тақтайымызды қозғау арқылы мороженныйымызды бір тегістеп аламыз. Таяқшаларымызды орналастырып шығамыз. Содан кейін мороженныйымызды қатқанша морозильникке салып қоямыз. Ендігі кезекте шоколадный массамызды дайындаймыз. Молочный шоколадтың үстіне иісі жоқ, дәмі жоқ растительный масламызды қойып, микроволновкада импульспен ертіп аламыз. Егер де растительный масланың орнына какао масло қоссаңыздар, мороженныйларыңыз қытырлап тұратын болады. Мороженныйымызды батыруға ыңғайлы болу үшін шоколадымызды ұзын шұңғыл ыдысқа құйып алу керек. Морозильникте қатып шыққан мороженныйларымызды шоколадымызға батырып, артық шоколадты осылай сілку арқылы түсіріп аламыз. Шоколадты жаққаннан кейін қайтадан морозильникке салып қатырудың қажеті жоқ, себебі шоколадымыз тез кеуіп кетеді. Барлығы да табиғи құрамдармен жасалынған, балаларға ешқандай қорықпай бере беруге болады.